Тарих жалғасуда. Дәл қазір дәстүрге айналған 1000 бала суретке түсуде. Біз финалдың 3-ші күніне қадам бастық. Бізде қазір түскі ас уақыты, ендеше кеттік. Асхананың тамақ қалай ұнап жатыр ма? Я өте күшті, керемет. Добавкалар салып береді, первый, второй мен береді. Компот мен бәрі дәмді. Өте тойымды және. Ас болсын. Қалай, асхананың тамағы ұнады ма? Я зор екен. Я өте күшті. Қалай, Ержан, сан асхананың тамағы ұнады ма? Конечно. Тағы да қосымша тамақ жейсің ба? Мен уже жеп алдым ғой 2 порция. Ас болсын. Дәл қазір бізде құндылықтар бойынша стратегиялық сессия болуда. Бұл стратегиялық сессияда балалар Айқанат жобасының беретін мүмкіндіктері мен жалпы Айқанат жобасының басты құндылықтарымен танысатын болады. Ар-ұждан. Қоғамға қызметпен жанашырлық. Табандылықпен жетістікке ұмтылу. Ағартушылықпен білімге құштарлық. Тұрар, саған Айқанат жобасының беретін мүмкіндіктері ұнайды ма? Иә, Айқанаттың маған беретін мүмкіндіктері өте қатты ұнайды. Себебі Айқанат ол біздің болашағымызды жарқын етеді, арманымызды мақсат қылады. Мен осы Айқанат жобасына үлкен рахметімді айтамын. Маған стратегиялық сессия өте қатты ұнады. Себебі біз ол жерде топпен жұмыс жасадық, барлық балалар жиналып, олар өз ойын білдірді, мен өз ойымды білдірдім. Дәл қазір біз Айқанаттар эссе жазуда. Бұл жай ғана эссе емес, өте маңызды эссе. Себебі алдағы уақытта Айқанаттар үлкен жетістікке жеткенде барлығы осы армандары жазылған эсседен басталғанын еске алатын боламыз. Жыл сайынғы дәстүр бойынша Азамат Өтенов мырза Айқанаттық балаларға 1000 кітап сыйлады. Біз жаңа Азамат Өтенов ағайдан кітапты алдық. Мен бұл кітапты соңына дейін оқып бітіремін. Азамат Өтенов ағайға алғысым шексіз. Мен бүгінгі сессияда Айқанаттың 4 құндылығын білдім, және ол құндылықтарды өзіме сіңірдім. Айқанатта ғылым тек теориямен шектелмейді, оны өз көзімен көресің. Айқанат тағы да дәлелдеді. Ғылым ешқашан жалықтырмайды. 1, 2, 3! Дәл қазіргі сәтте қандай эмоциядасың? Өте жақсы эмоциядамын. Менің көңіл күйім өте керемет. Кәдімгідей сезімді айтып жеткізе алмаймын. Қаланың әсемдігін, таулардың көркемдігі барлығы ұнап жатыр. Оқушыларыңмен арасында бір қызықты сәт болды ма? Есте қаларлықтай. Болғанда барлық сәтім қазір қызықты болып жатыр. Барлығы мен айта аламын, есімде қалады деп, себебі өте керемет. Қалай? Экскурсия ұнап жатыр ма? Иә, өте ұнап жатыр. Қамқоршыларға осында естен кетпес күн үшін рахмет. Иә, тіпті осы шөлімізді қандырып жатқан су үшін де өте көп рахмет. Бүгінгі күні біз 1000 баланы кадрға алдық. Стратегиялық сессия өткізілді. Азамат Өтенов мырза балаларға 1000 кітап сыйға тартты. Мотивациялық эссе жазылды. Экскурсия, ғылыми эксперименттер және кешкі айсбрейкинг өткізілді. Ал ертең оқушылар үшін финалдағы ең маңызды күн болмақ. Кездескенше.